Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мынандай әдемі дәмді винегрет салатын дайындайтын боламыз. Керекті заттарымыз 2 картошка, 3 тұздалған қияр, 1 сәбіз, 1 пияз, 300-400 грамм фасоль және де 5 қызылша керек болады. Сәбізімізді 4 бұрыш етіп турап аламыз. Достар, тек қана сәбіз емес, барлығын картошка, пияз, қызылшамыздың барлығын 4 бұрыш етіп турап аламыз. Достар, пиязымызды 4 бұрыш етіп турап алып, оны қызып тұрған майға қызартып қуырып аламыз. Міне достар, пиязымыз дайын болды. Пиязымыз суып тұрғанша біз қызылшаларымызды 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Міне достар, барлығын ыдысымызға қостық. Енді оның үстіне пиязымызды қосып араластырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосасыздар.
Міне достар, винегрет салатымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай әдемі, дәмі деген күшті шықты. Ұнап жатса жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.